أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті мұхтарам жамағат, қадірменді мұсылман бауыр, Алла субханала ва тағала қасиетті Құран кәрімді пайғамбарымызға түсірген уақытта сол Мұхаммед пайғамбарымыз ең алғашында бір Аллаға ғана бойсұнуды уағыздаған, насихаттаған. Енді сол үгіттің ең үлкені түрі ол бір Аллаға бойсұну керек болып табылады. Алла тағала сол қасиетті Құран кәрімде былай деп айтады: ескерту, ол ескерту мұсылманға бір пайдасын береді дейді. Пайғамбарымыз сол Құранды алып келгеннен кейін, ескертуші, елші болғаннан кейін, сонау надандық дәуірде ислам діні келгеннен кейін адамдарды қараңғылықтан жарыққа шығаратын ең ұлық дін ол ислам діні болмақ. Ал енді сол ислам діні немен өзгешеленеді? Әрине ол бір Құдайға ешқандай оның мұңы жоқ, оның теңі жоқ, Алла тағалаға бойсыну болып табылады екен. Яғни біз Құдай тағаланы таныған уақытта біз сол Құдай тағаланы толығымен дұрыс танып жатырмыз ба? Алла субханала ва тағаланың өзіне ғана сыйынбай, оның алып келген пайғамбарларға берген елшілеріне, жіберген періштелеріне, ақырет күніне, осындай иманның шарттарының барлығына толыққанды сеніп жатырмыз ба? Және де осы нәрсеге біз нұқсан келтіріп жатырмыз ба? Мұсылман баласы не істеу керек? Өзіне өзі, өзінің сеніміне қарай есеп алып тұру керек екен. Яғни біздің сеніміз тек қана бір Құдай ғана емес, жаңағындай оның пайғамбарымызға және де сол пайғамбарымыз алып келген дініне, шариғатқа қайшы келмейтін амалдармен жүріп болып табылады екен. Сол нәрсемен жүріп тұратын болсақ, Алла тағала бізге иманымызды кәміл қылады, нұқсан келтірмейді екен. Яғни біздің иманымыз нұқсан болатын, кеміс болатын бір жері бар. Оны көпшілік білсе, кейбірлері біле қоймайды. Сондықтан да біз айта кететін бір жайт бар. Ол сол пайғамбарымыз саламның хадисін, сөзін жеткізуші Абдулла ибн Масуд деген кісі осы пайғамбарымыз айтты деп пайғамбарымыздың сөзін келтіреді. Яғни сол сахаба пайғамбарымыздың мына сөзін айтады: пайғамбарымыз мына үш нәрсені қайтарған болатын болады. Руқия дейді, руқо дейді. Оны руқия дегенімізде дем салуды айтады. Одан кейін не нәрсені айтады? Тәмәим дейді. Тәмәим дегеніміз тұмарлар тағу дейді. Одан кейін үшінші бізде екі жасты мәжбүрлі түрде қосуды немесе ажырастыруды айтады. Яғни алғашына оралатын болсақ, дем салу деген кезде білесіздер, Құран түбегейлі толық 114 сүре болып түскен жоқ баста. Сол жаңағындай Құранмен емделу ол пайғамбарымыз саламның заманында болды, бірақ та әсте-әсте Құран сүрелері, аяттары түсе басқан уақытта сол сүрелермен адам баласы емделіп, дем салып жүрді дейді. Бірақ ең соңғы сүрелердің ішінде түскен Фалақ пен Нас сүресінің өзі пайғамбарымыз салам осы сүремен де өзіне дем салғандығы жайлы айтылады. Бірақ та біз білетіміз нәрсе, дем салу жалпы өзге осы Құран сүре немесе масур болған хадистер келген дұғалардан басқа нәрселермен дем салуға болмайды. Яғни адам баласына мысалға бір дуа түсіпті деп жаңағыдай карта ашатын болсын, анау құмалақ ашатын, сондай секілді кісілерге барып, бақсы балгерлерге барып, сондай бір дуаны қайтару үшін маған дем сал деп жаңағыдай Құран аяттары оқылмайтын нәрселермен ол нәрсемен дем салынбайды екен. Яғни дем салу болған уақытта арнайы Алла тағаланың өзі пайғамбарымыз салам хадистеріне келген аят сүрелерімен, дұғаларымен оқып дем салынады екен. Ал екінші нәрсе ол тұмар тағу. Тұмарды көпшілігіміз біле бермейміз. Тұмарды біз әрине әшекей деп қана білсек жақсы, бірақ та кейбір кісілердің сенімінде тұмар деген кезде ол сондай бүкіл бәлекеттерден, қайғы қасіреттен, жаман атаулының барлығынан сақтайды деп түсініп жатамыз. Бірақ та мұсылман баласы білуі тиіс екен,
ол тұмардың ішінде не нәрселер болмау керек, не нәрселер болу керек деген кейбір сондай бір тұмарларды көрдік. Кейбір әулие немесе пәленше деген атаның басынан осындай топырақ алдым, сол топырақты алып мына тереге салдым, бір матаға салдым деп жаңағыдай өзіне мойына тұмар қылып тағып жүретін адамдар бар. Әрине ол топырақ қана емес, оның ішіне тұз болсын, неше түрлі жаңағыдай қасқырдың тісі болсын, азу тістеріне дейін сол салып жататындар болады. Бірақ та біздің сенімімізде сондай нәрселер жаман атаулыдан сақтау деген нәрсе болмайды. Бұл нәрсеге бізге дәлел болатын Қаулул Муфид деген кітапта жаңағыдай пайғамбарымыздың бір сахабасы былай деп келтіреді: пайғамбарымыз саламның алдына 10 адам делегацияға келді дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз салам 9 адамның антын қабылдады да біреуінің антын қабылдамады дейді. Сол кезде ол 10-шы адам кім болды деген кезде 10-шы адамның жаңағыдай мойнында, оның бойындағы бар қасиеті не нәрсе еді дейді, мойны тағып жүретін жаңағыдай көзмоншақ ұқсаған тұмар секілді бір заты болған еді дейді. Пайғамбарымыз салам оның мойнын алып тастап, кейін бұның дұрыс емес екенін және де одан кейін оның антын қабылдаған жөнінде айтылып жатады. Яғни пайғамбарымыз салам басында білесіздер, алғашқы бір Алла тағалаға бойсынуды бұйырғаннан кейін, сол бір Аллаға сыйынуға шақырғаннан кейін пайғамбарымыз салам бұл нәрсені қайтарды. Яғни бұрынғы уақыттарда, тек қана қазіргі уақытта емес, сол дінді алып келген пайғамбарлардың заманында да адамдардың сенімдерінде де осындай енді дін келмей жатқан уақытта не істеді? Құдай танымай тұрған уақытта осындай тұмар, көзмоншақ немесе жаңағыдай тіптен қазіргі таңда қолымызға тағатын білезік болсын, сақинасы болсын, соңғана кейбір кісілер бұның көзі бар, бұл мынандай аурудан сақтайды деген нәрселерді айтып жататындар болады. Яғни ол нәрсенің барлығы тек қана бір Құдайдан ғана деп білуіміз керек екен. Яғни Алла тағаланың өзі ауруды, жамандықты өзі ғана береді және сол нәрсені өзі ғана біздің бойымыздан алып тастайды. Алла тағала сынақтардан біз сақтайтын болса, оған ешқандай да зат немесе пенде араша бола алмайды. Енді білетініміз сол тұмарда, сол пайғамбарымыздың заманында Құран аяттары жазылмаған еді. Ал енді қазіргі уақытта біз тұмарларымызды көріп жатамыз. Әрине оның ішінде Құран сүрелері немесе пайғамбарымыздың мақсур болған дұғалары бар, хадисте келген. Сол нәрседен жазса болады. Әрине біздің мақсатымыз тек қана тағып жүріп сол нәрсе сақтайды деу емес. Құдай тағалаға біріншіден танып және де білім алу, оны таққанда да оның себебін білу. Яғни құр босқа тағып жүріп жаңағыдай бүкіл жамандық атаулыдан сақтау деу, ол қайшы түсінік. Яғни бұны ғалымдарымыз күфір деп те айтқан. Кейбір кісілерді көріп жатамыз, тіптен мына көліктердің өзінде тұмар құсаған Құран аяттары жазылған әшекейлер тағады. Әрине ол қазіргі таңда кейбір кісілер көліктеріне онымен қоса иіс беретін иіс суларына дейін де ілдіріп қояды, тұмар мен таспиқпен қосып. Бірақ та мына нәрсені айта кету да керек. Сол тұмар, таспиқ көлікке ілдірген уақытта жаман бір жазуы бар, сонда иіс беретін суларды да кішкене ескергеніміз жөн бар. Бұл жалпы тұмар тағу нәрселердің барлығы бізге, үйімізге болсын, көлігімізге болсын, ол тәбәррук ретінде тақса болады екен. Яғни соның берекесі кірсін деген мақсатта. Бірақ жамандықтан сақтау деген бұл нәрсе дұрыс болмайды екен. Біздің мына білетініміз нәрсеміз, арабтарда сондай бір сөз бар: яхфазул фаяхфаз дейді, сақтан, ол сені сақтайды дейді. Яғни Құдайдың шариғатымен жүретін болсақ, Құдай біз сақтайды деген. Шариғат дегеніміз сол Алланың заңы. Ал енді Алланың заңында не нәрсені айтады? Әрине бойсынуды, Аллаға құлшылық қылуды. Яғни біз Аллаға құлшылық қылмаймыз, бірақ мойнымызға жаңағыдай тұмар болсын, басқасы болсын, құр бос ашып жүретін болсақ, тағып жүретін болсақ, онда Алла бізді қалай сақтамақ? Сондықтан да бірінші Құдай тағаланың шариғатын орындауымыз керек біз. Яғни Құдай шариғатын орындамай жатып, бірақ Құдайға айтқанымызды істетіп алу, ол нәрсе дұрыс болып саналмайды екен. Пайғамбарымыз саламның заманында болған бір оқиға, пайғамбарымыздың бір алдына
бір кісі келіп қолында несі жүзігі болады. Сол жүзікке қарап пайғамбарымыз не істейді? Мына жүзікті не үшін тағып жүрсің деген уақытта бұл мені әлсіздіктен сақтайды дейді. Сол кезде пайғамбарымыз оған шеш деп бұйырады. Өйткені біз білеміз, осындай жүзік болсын, басқа зат болсын, бізді әлсіздіктен құтқаратын, жаман атаулыдан сақтайтын ешқандай да бір зат жоқ. Ол тек қана сақтайтын құдірет иесі 18 мың ғалам жаратқан бір Алла Тағала болмақ. Алла Тағала сол Хадж сүресінде былай деп айтады: сендер Аллахтан басқаға сыйынатын болсаңдар, сол сыйынып жүрген заттан сұрақ көріңдерші дейді. Алладан басқаға сыйынып жүрген құдайларың шыбынды жарата алады ма екен дейді. Сол кезде сол Құранның айтқан сол аяттың жалғасында әрине олар жарата алмайды дейді. Яғни ешқандай да пенде, ешқандай да Алладан өзге зат, шыбын болсын, басқа зат болсын, ондай нәрсені жаратуға, бір нәрсені жасауға шамасы келмейді екен. Тек қана Алла Тағаланың өзі ғана пендесін сақтап, өзі ғана не істейді екен? Сондай жаман атаулыдан қорғайды деген. Өткен Аллахтың хафиз, сақтаушы деген сипаты бар. Алла Тағаланың бұйрықтарын орындайтын болсақ, Алланың әмірін бұлжытпай, ешқашанда қаза қылмай, өз уақытында күнделікті орындап жүрген намазымызбен, Құранымызбен зікірімізді білсек, сол зікір арқылы бүкіл жаман атаулыдан, тіпті мына сынақтардың өзін жеңілдететін амалдар осы болып табылмақ. Ал енді Алла Тағала бізді 24 сағат бойы сақтасын дейтін болсақ, Алла Тағаланың әмірін, бұйрығын естуіміз керекпіз. Бұлжытпай, Құдай Тағаланы зейнет жасқа дейін біз 5 уақыт намазды орындап, мұсылманымызды тілімізбен емес, сөзімізбен, амалымызбен көрсете білуіміз қажет екен. Алла Тағала баршамыздың ниеттерімізді қабыл етсін. Алла Тағаланың өзі бізге пана болып сақтасын. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин.